Саламатсыздар ме, 4-ші сынып оқушылары? Мен Абдрешева Назгүл Мүсіпалиевна, Жаңасай негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Қазақ тілі пәнінен қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: ғарыш дегеніміз не? Етістіктің шақтары. Оқу мақсаттары: дереккөзде кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін бойынша анықтау. Тірек сөздерді қолданып белгілі бір стильде мәтін, мақала, мінездеме жазу. Етістіктің тиісті шақтары: өткен шақ, келер шақ, осы шақ қолдану. Етістік заттың қимылын сипаттайтын сөз табы етістік деп аталады. Қазақ тіліндегі сөз таптарының ішіндегі ең күрделі және қарымы ең кең грамматикалық категория. Етістіктің шағы: сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің шақтары үшке бөлінеді: осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Етістіктің шағы: осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл, іс-әрекет. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Өткен шақ: сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл, іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Келер шақ: сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл, іс-әрекет. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Етістік: осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Етістік: осы шақ келе жатыр, өткен шақ келді, келер шақ келер. Етістік: жаса: осы шақ жасап тұр, өткен шақ жасады, келер шақ жасамақшы. Етістік: оқы: осы шақ оқып отыр, өткен шақ оқыды, келер шақ оқымақ. Етістік: сал: осы шақ салып жатыр, өткен шақ салды, келер шақ салар. Етістік: айт: осы шақ айтып жүр, өткен шақ айтты, келер шақ айтпақ. Үй тапсырмасы. 6-шы жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жазу. Осымен біздің қашықтықтан оқыту сабағымыз аяқталды.